Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 4-ші тоқсан 13-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар әліпби деп аталады. Бұл сабақта сен мәтінде кім не туралы айтылған анықтайсың, әртүрлі жанр бойынша мәтін құрастырасың. Балалар, мына өлең жолдарын мұқият тыңдайық. Әліпбидің А тұрады басында, әр қашанда Ә тұрады қасында. Байқадың ба, Б тұрады үшінші, осылардың сыры неде? Түсінші. А деген ол аналар ғой ардақты, Ә деген ол әкелер ғой салмақты, Б деген ол балалар ғой ойнақты. Біздің елде үшеуі де кәделі, сондықтан да алшақ кетпей арасында тұрады олар әліпбидің басында. Балалар, өлең не туралы екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, өлең әліпби туралы екен. Қазақ тіліндегі әліпбиде балалар 40 әріп, 2 таңба бар. Әліпбидегі әріптер ретімен орналасады. Әр ұлттың балалар ұлттық тағамдары болады. Қазақтың да ұлттық тағамдары бар. Қазақтың ұлттық тағамдарына ет өнімдері, сүт өнімдері және ұн өнімдері жатады. Солардың ішіндегі қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көже. Наурыз көже туралы мәліметті балалар бірінші жаттығуды оқу арқылы білейік. Бірінші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Наурыз көже. Наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан наурыз көже жасайды. Наурыз көже әртүрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, су, ет, тұз, сүт сияқты 7 дәм салынады. Наурыз көжеге арнап ет қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қосады. Балалар, енді осы мәтін бойынша өз ойларымен бөліс. Наурыз қандай мереке? Наурыз көже қалай жасалады? Наурыз көже саған ұнай ма? Сен рецепт жаза аласың ба? Енді балалар, Мерей мен Әлидің диалогына назар аударайық. Рецепт деген не? Рецепт дегеніміз қандай да бір тағамды жасауға қажетті заттар мен олардың жасалу жолдарының көрсетілуі. Онда наурыз көженің рецептін даярлауға кірісейік. Ол үшін наурыз көжеге қажетті заттарды суреттерден табайық. Балалар, бізге мұнда суреттер берген, осы суреттің ішінен наурыз көжеге қажетті суреттерді анықтап тап. Екінші жаттығу көркем жаз. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Наурыз мерекесі молшылықты білдіреді. Осы сөйлемдерді көркем етіп жазайық. Үшінші жаттығу дерек көздерден наурыз мерекесі туралы жаңа ақпарат тауып көр. Төртінші жаттығу өлеңді қатесіз көшіріп жаз. Наурыз келді тойлаймыз, шаттанамыз, ойнаймыз. Дастарқан үсті сәнде екен, наурыз көже дәмде екен. Жарайсыңдар балалар. Енді дәптеріміздің 13-ші сабағындағы 2-ші және 4-ші жаттығуды және мына шығармашылық тапсырмаларды мұқият орындайық. Іске сәт балалар.